Қайырлы күн достар, бүгін біз кешкі асқа манты жасайтын боламыз. Бірде 500 немесе 2 килограмм ұнға 1,5 қасық немесе 1 қасық тұзды салып, бетіне 5 қасықтай шемішке май қостым. Орташа қамыр елеміз, яғни жұмсақ та емес, қатты да емес қамыр болу керек. Және міндетті түрде қамырды 10 минуттан кейін қайырып илеуді ұмытпаймыз. Әрі қарай алдын ала сыртын аршып, көкөністерімді дайындап қойдым. 4-тен 1 бөлігін қостым капустаның, үйде бар асқабақты қостым. Және 4 шуа, 3 картошка қостым. Барлығын кубиктап турап алатын боламыз. Әрі қарай бағана илеп қойған қамырымды тағы бір қайтарып илеп қойдым. Және турап алғаннан кейін 2 килограмм фарш бетіне қостым. Және дәмдеуіштерге тұз, паприка, кристаллик 1,5 қасықтай тұз қостым. Әрі қарай өздеріңіз қалауларыңыз бойынша шемішке майдан 5 қасықтай қостым. Қамырды 4 бөлікке бөліп алатын боламын. Қамырдың бөлшектерін бөлек-бөлек 4 бөлікке бөлгеннен кейін осылай күлшелеп алатын боламыз. Және жайып жатқан кезде бетін жауып қоямыз. Міне біздің қамырымыз жаюға дайын болып тұр. Міндетті түрде бетін қайта-қайта қолымызбен осылай басып алатын боламыз. Әрі қарай жайып алған соң қамырымызды 4 бұрышлап кесетін боламыз. Дайын тұрған фаршымызды бірдей етіп барлық қамырға салып алатын боламыз. Әрі қарай мантымызды түйіп алып, қайнаған суға 1 сағатқа қойып алатын боламыз. Маған тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.